Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода қазақ тілі пәнінен сан есім деген тақырыпты бастайтын боламыз. Бүгін 22-26 жаттығулар аралығын қарастырамыз. Бұл бізде 125 сабақ, қазақ тілі пәні 2 сынып. 22 жаттығуға қарайық. Мәтінді түсініп оқы дейді. Мына жерде мәтін берілген, қазір соны түсініп оқимыз. Саяхатқа шығу туризм дегенді білдіреді. Нағыз туристер саяхатта жүргенде демалып қана қоймайды. Сонымен қатар саяхат жасаған жерлері жайында егжей-тегжейлі білуге талпынады. Саяхатшылар табиғаттың нағыз жанашыр қорғаушылары. Олар ағаштарды бекерден бекер кеспейді, от жақпайды, жас шыбықтарды сындырмайды, қайта табиғат зиянкестерімен күрес жүргізеді. 2-3 сынып оқушылары мұғалімдермен бірге 8-10 километрден аспайтын бір күндік жорықтарға шығады. Міне қараңдар балалар, бұл саяхат туралы, мәтін саяхат туралы екен. Бұл жерде мынандай сұрақ бар екен. Мына жерде бірінші көкпен берілген егжей-тегжейлі деген сөзге қарап алыңдар. Бұның мағынасы қандай? Егжей-тегжейлі деген сөз бар екен, Ол дегеніміз балалар толық деген сөз. Жалпы, мысалы айтып тұрған мына жерде саяхат жасаған, саяхаттап жүрген жерлерін егжей-тегжейлі білуге талпынады дейді. Яғни мысалы біз Бурабайға саяхаттап баратын болсақ, Бурабайды толық егжей-тегжейлі білуге тырысамыз, Ол не үшін Бурабай деп аталады, бұл жерде қандай әдемі жерлер бар, қандай тарихи орындар бар, оның аттары неге солай аталған, неге осының барлығын білуге тырысамыз. Міне егжей-тегжейлі деген сол. Барлық жерін білуге тырысуды егжей-тегжейлі білу деп айтады. Енді мына жерде мынандай сұрақ бар екен, балалар. Туризм дегенді қалай түсінесің? Туризм дегеніміз не? Туризм дегеніміз, балалар, міне, ол француз тілінен аударғанда туризм, тур, серуендеу, жол жүру деген мағынаны білдіреткен. Яғни өз еркінше көңіл көтеру мен демалу үшін, тәуекел жасау үшін, көріп қызықтау үшін, яғни рухани қажеттілік бойынша басқа бір жерге ерікті саяхаттап серуендеп баруы. Көрінер ме, адамның бір жерге жұмыс жасау үшін емес, демалу үшін, қызықтау үшін, сол жерде көңілін көтеру үшін бір жерге барса, адам соны туризм деп айтады екен. Көрінер ме, міне туризм дегеніміз осы. Бізде мысалы көп телевизордан, интернеттен естіп жатқан болатын шығарсыңдар. Туризмді дамыту керек, туристерді көбірек тарту керек деген сөздер көп естисіңдер, бірақ мән бермейсіңдер туризм деген не екенін. Туризмді дамыту деген сол. Біздің Қазақстанымыздағы ең әдемі жерлерді көп насихаттауымыз керек, интернетке көптеп шығаруымыз керек. Мүмкін шетелдегі адамдар көріп, қызығып, келгісі келетін шығар. Сөйтіп өзімізге туристерді шақыруымыз керек деген мағынада айтылады. Көрінер ме? Туризм деген осы. Қазір мысалы не көп адамдар туризм өте көп керемет дамыған мемлекеттер бар, Мысалы, барлығымыз білетін Түркия елі, Түркия елін алатын болсақ, туризм өте керемет дамыған, Мысалы, бәрі жаз мезгілі болсын, қыс мезгілі болсын, Түркияға демалуға барады. Көп адамдар барады, ұшып барады, кәдімгідей барып, жақсылап, теңіздің жағасына демалып қайтады. Міне, ол бір жағынан жаңағы мемлекетке пайда екен, Мемлекетті жаңағы бүкіл әлем таниды, мемлекетке пайда келеді, ақша келеді. Ол туристер босқа келмейді ғой, олар бізге ақша төлейді. Мысалы, біздің жерімізді көрген үшін, біздің жерімізге келіп жатып, тамағымызды ішкен үшін, барлық үшін бізге ақша төлейді. Біз сол ақшаны, мысалы, мемлекет жаңағы өзінің керегіне жұмсайды деген сияқты. Міне көрдіңдер ме? Туризм деген осы, балалар. Енді саяхатшылар саяхатта жүргенде не істейді? Әрине, саяхатта жүргенде көбінесе саяхатшылар сол жер туралы біріншіден мәлімет алып білуге тырысады, ол не жер. Мысалы, мен бір жерге барғым келсе, мысалы, мен Каспий теңізінен саяхаттап барғым келсе, мен сол Каспий теңіз туралы білгім келеді, Каспий теңізінде қыдырғым келеді, ол жерде шомылғым келеді, ол жердің балығының дәмін татқым келеді, міне көрдіңдер ме? Яғни мен егжей-тегжейлі білгім келеді сол жерде Каспий теңізін. Сол сияқты міне саяхатшылар не істейді? Мысалы, тауға барды ма, сол таудың әдемі жерлеріне іздеп алдын ала біліп алады, сол жерлерге барады, демалады, қонады, ауасын да жақсылап жұтады, ол жердің жаңағы әдемі
пайдалы емдік шөптері болса, сол емдік шөптерін теруге болатын болса, соны тереді, әдемі жануарларын көреді, суретке түседі, өздеріне естелік қалдырады. Көрінер ме? Міне саяхатшылар деген не істейді екен, иә? Ол саяхатшылар табиғатты бұзбайды, табиғатқа зиян келтіретін нәрсе жасамайды, от жағып, өрт қойып, орманды өртеп, тауды өртеп, немесе лас қоқыс тастамайды. Міне нағыз саяхатшы деген ол табиғаттың әдемі жерлердің жанашырларын айтады екен. Саяхатшыларды неліктен табиғаттың жанашыры дейді? Себебі міне олар жүрген жерінде табиғатқа пайдасын келтіріп жүреді. Нағыз саяхатшылар, мысалы, сендер тауға барсаңдар, сендер егер де нағыз саяхатшы болсаңдар, тауда жатқан қоқыстарды көрсеңдер, теріп алып кетесіңдер. Міне нағыз саяхатшы деп соларды айтады балалар. Саяхатшылар олар табиғаттың нағыз жанашырлары. Олар мысалы саяхатшы адам өзі сондай жақсы бола тұра, өзі сондай табиғаттың жанашыры бола тұра, ол мысалы табиғатқа барғанда табиғатты ластаймын, оны құртамын деп бармайды ғой. Ол керісінше әдемілікті көргісі келеді, табиғаттың әдемілігін, әлемнің әдемі жерлерін көргісі келеді, әдемі жерлерін саяхаттағысы келеді. Сол жерге барса өзінің бір кішкентай болса да өзінің бір пайдасын тигізіп кетуге тырысады. Ол өмірінде сондай естелік болып қалады. Мысалы, мен осындай бәлен жерде бір керемет тауға барғанда мен осындай бір жануарға көмектесіп кетіп едім, немесе бір мен сол жердің қоқысын тазалап, сол орманға бір пайдамды тигізіп кетіп едім деп. Міне нағыз саяхатшы деген сондай болады екен. Енді сендерге сұрақ, сендер саяхаттауды ұнатасыңдар ма? Сендер өмірлеріңде қандай жерге саяхаттап барып көрдіңдер? Осыны маған комментарийға жазып кетсеңдер болады. Мына жерде соңғы сұрақ бар екен. Бұл жерде мәтіннен қанша неше сұрақтарына жауап беретін сөздерді тап дейді. Ол қандай сөздер? Міне 2-ші, 3-ші, 8, 10 километр деген сөздер. Қанша, нешінші, 2-ші, нешінші, 3-ші, қанша, 8, 10 километр. Көрінер ме? Яғни санды білдіріп тұр. Бұлар санды білдіріп тұр. Яғни бүгінгі біздің тақырыбымызға келіп жеттік. Сан есім дегеніміз, мені көрінер ме? Заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім дейді. Санын деген, мысалы, менің қолымда қанша алма? 3 алма, 4 алма, 5 алма, немесе Әселдің қолында қанша кәмпит? 2 кәмпит, 4 кәмпит, 5 кәмпит, 10 кәмпит. Міне санын білдіреді, кәмпиттің санын, алманың санын, кез келген заттың санын білдіреді. Жасты білдіреді, мысалы, қанша жаста? Атам қанша жаста? Атам 75 жаста, апам 85 жаста. Міне сан есімдер бұның барлығы. Нешінші, мысалы, мен дене шынықтыру сабағында 2-ші болып тұрамын, немесе менің ат жарысында Айболдың аты 3-ші орында келді, немесе міне осындай 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші дегеннің барлығы, балалар, бұның барлығы сан есім екен. Көрінер ме? Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады екен. 5, 7, 9-шы, 20-шы, міне әртүрлі кете береді. 100-ші, 1000-шы, 105-ші, 25-ші деп кете береді екен. Мұның барлығы балалар сан есім. Енді бұл етістік сын есімге қарағанда өте оңай, тек қана сан. Міне санды білдіретін жаңағы аты өз атында жазылып тұр, сан деп, сан есім. Яғни кез келген мәтіннің ішінен сандарды айтылып тұрса, соны сендер сан есім деп таба берсеңдер болады. Жақсы, 23-ші жаттығу. Мәтінді тиісті тыныс белгісін қойып көшіріп жаз дейді. Міне мен тиісті тыныс белгілерін қойдым. Саяхат адамды жақсы әдетке баулиды. Міне көрінер ме? Жақсы әдетке баулиды. Яғни сендер басқа адамдардың жақсы әдеттерін көресіңдер, жанашырлық әдеттерін көресіңдер табиғатқа. Сол арқылы сендерде де сондай жақсы әдет дамиды, Осы жерде нүкте қойылады. Ары қарай келесі нүктеден кейін келесі сөйлем міндетті түрде бас әріптен жазылады, Ол қиындықтарды жеңуге үйретеді. Осы жерде өтір қоюға болады. Сондықтан бір күндік саяхатқа шығып тұрған дұрыс. Көрдіңдер ме? Бір күндік саяхатқа шығып тұрған дұрыс екен. Жақсы, енді бұл жерде сан есімнің астынсыз бір деген сөз, бұл бізде сан есім. Ол енді өте оңай табу. Келесі 24-ші жаттығу, балалар, суретке қарап қай қалаға саяхатқа шығатынымызды болжа. Әрине Астана қаласының суреттері, Астана қаласының әдемі жерлерінен көрініс. Енді Астанаға саяхат тақырыбына әңгіме құрап айт дейді. Әңгімелеріңде қанша неше сұрақтарына жауап беретін сөздерді пайдалану керексіңдер. Міне балалар, 24-ші жаттығу, жаңағы Астанаға саяхат деген тақырыпты мен ары қарай құрастырдым, Мысалы, қараңдар. Астанаға саяхат тақырыбы болу керек мәтіннің. Менің атым Гүлнұр. Мен Алматы қаласында тұрамын. Мен 12 жастамын. Көрінер ме? Мен 12 қанша
жаңағы сұраққа жауап беретін сөзді пайдаландым. Биылғы жазда мен Астана қаласына 5 күнге қыдырып бардым. Көрдіңдер ме? 5 деген сөзді қолдандым. Астана қаласындағы 10 шақты көркем жерлерді араладым. Міне 10 шақты, қанша? 10 шақты. Қалада жүздеген зәулім үйлер бар екен. Жүздеген деген сөзді пайдаландым. Сан есім. Қаланың сұлулығына тәнті болып келдім. Көрдіңдер ме? Міне осындай кейбір кезде қиын сияқты, бірақ шындап та кішкене кірісіп жұмыс жасасаңдар, бұл өте оңай. Сан есімдерді қолдану тіптен оңай болып келеді екен. Жақсы, келесі 25-ші жаттығу балалар. Мақалды жатқа жаз дейді. Мақалды енді бірінші жаттап аласыңдар міндетті түрде. Батыр 1 рет өледі, қорқақ 1000 рет өледі дейді. 1000 деген бұл жерде сан есім. Енді олар қай сөзбен байланысып тұр? Ол әрине зат есіммен байланысып тұр, Батыр 1 рет, қорқақ 1000 рет деген сөз. Яғни бұл жаңағы мына өледі деген етістікпен де байланысады, бірақ та дәл мына жерде мысалы батыр деген бір деген бір-ақ рет өледі деген сөз, мысалы 1 рет өледі, ол кімге байланысты айтылып тұр? Ол батырға байланысты айтылып тұр. Яғни ол батыр деген сөзбен байланысып тұр. Ал қорқақ деген ол 1000 рет өледі деген, яғни 1000 деген сөз ол қорқақ деген сөзбен байланысып тұр екен. Енді қарайық балалар, мына жерде 26-ші жаттығу, бүгінгі видеода соңғы жаттығу. Ойлан тап деді. Мына жерде бір өлең берілген. Ол жұмбақ өлең. Алғашқы түбір сөз аспан әлемінің бірі. Екінші түбір сөз жорғалаушының бірі. Екеуін қосып оқысаң зиянкестің түрі. Енді қараңдар, алғашқы түбір сөз ол аспан әлемінің бірі дейді. Яғни ол аспанда не болуы мүмкін? Жұлдыз, ай, күн, планеталар, ғаламшарлар. Енді екінші жорғалаушының бірі, екеуін қосып жорғалаушылар дегеніміз, яғни ол жаңағы құрт құмырсқа, жәндік, солардың барлығын жорғалаушы дейді. Енді екеуін қосып оқысаң зиянкестің. Қандай зиянкес бар? Мысалы, мен айтар едім, бұл жұлдыз құрт. Мысалы, алғашқы түбір сөз ол жұлдыз, аспан әлемінің бірі. Екіншісі ол жорғалаушы құрт. Сонда бізде жұлдыз құрт деген шығады. Жұлдыз құрт деген мынандай нәрсе. Бұл зиянкес деп айтылады, себебі бұл жаңағы өсімдіктердің пайдалы бақшаға өсіретін өсімдіктердің жапырағын барлығын жейді екен. Сондықтан бұл бізге зиянкес болып есептеледі екен. Жұлдыз құрт деген нәрсе осы екен балалар. Міне бұл жаттығу осылай орындалады, осылай шешіледі екен. Жақсы балалар, бүгінгі видео осымен аяқталды. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийға өз пікірлеріңді білдіре отырыңдар. Сабақтарыңды әрқашан жақсы оқыңдар. Менімен бірге видеоны соңына дейін тамашалағандарыңа көптен көп рахмет. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңдар.